Ұлағатын ұрпақ тәрбиесіне арнаған ұстаздың мерейлі белесі. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Әуесбай Бақбергенұлы мерейлі 70 жасқа толды. Жарты ғасырға жуық ғұмырын бала оқытуға арнаған еңбек ардагерінің мерейтойына орай Тараз төрінде ғылыми практикалық конференция өтті. Уақыт талабына сай онлайн өткен жиынға Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжі ұйытқы болыпты. Әуесбай Бақбергенұлы 47 жыл ұстаздық еңбек жолында сан белестерден өтті, бір қатар жетістіктерге жетті. 1982 жылдары қарапайым мұғалімді сол кездегі Красногор ауданына мәдениет бөлімінің басшылық қызметіне де шақырды. Партия артқан сенімінің үдесінен шықты. Алайда өз таңдаған мамандығына деген махаббат қазіргі Жамбыл гуманитарлық колледжімен қайта қауыштырды. Іргелі оқу ордасында 47 жыл абыройлы еңбек етті, әріптестер арасында мәртебелі зейнет жасына жетті. Енді бұл әукеңнің осы 47 жылдағы қосқан үлесі өте көп. Қаншама балалар, білімгерлерге жақсы бір тәрбие берді, жақсы білім алып берді. Әукеңнің білімгерлері қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет жасап жатыр. Мына әуке, сізді тағы да бүгінгі 70 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймын. Әуесбай Бақбергенұлы ғылыми еңбектерде жазған қазақ халқының аспаптық музыкасының жастарға беретін ұлттық тәрбиелік мәні әдістемелік нұсқаулығы, мектеп балаларын шығармашылық өнерге баулу әдістемелігі ұрпақ тәрбиесінде таптырмас құрал. Музыка пәнінен педагог мамандарды дайындауда сабақтың тиімділігін арттырудың түрлі заманауи әдіс тәсілдерін пайдаланды. Білімгерлердің озық шығармашылық бастамаларын жан-жақты қолдаумен қатар, олардың кәсіби шеберліктерін шыңдауға бағдар берді. Колледждегі қызметінен бөлік алғыр зерек маманды қосымша жұмыстарға қалап шақырды. Алатау жастар әмбе ансамблі болды. Соны бір жағынан байыңыз болып қызмет жасады. Екеуміз біраз сойырды қызмет жасадық. Одан кейін, осы біраз уақыттан кейін, сол 20 жылдай өте сол Красногор ауданын дейді, Қордай ауданын бөлім шыққан. Сол Атырауға барып, культураны басқарды. Біраз жыл сонда культураның басшысы болып істеді. Сол уақытта менің барып, әукеммен шақырып, сол ансамбль жасауға шақырған көмектесуіме. Әуесбай ағамызбенен мен сынау 80 жылдан бері осы Қарашаңырақта колледжде әріптес болып, бірге жұмыс істеп, бірге қызмет атқарып, екеуміздің мамандығымызда бірдей колледжімізде ансамбль болған балауса деген 12-15 студенттен қыздардан тұратын. Соны 4 дауысқа бөліп, сөйтіп үлкен конкурстарда бірінші орын жүлде алып, Алматыға дейін барып, жылда біздің колледж көркем өнерпаздар үйірмесі дейді ғой, сол көркем өнерпаздар үйірмесі жарысынан жылда бірінші орын алатынбыз. Ұстаздан шәкірт озса, ол ұстаздың жақсылығы, ал ұстазын шәкірт ұмытса, ол қасиеттің тапшылығы деген тәмсілді тұмарындай сезініп өскен Әуесбай ағаның шәкірттері талай республикалық, халықаралық додаларда топ жарды. Ал өзіне жол сілтеген қамқор ағаларының жақсылығын бір сәт естен шығарған емес. Еңбек еленді, төккен тер зая кетпеді, марапатталды, мақтауды сүймеді, ардан аттамады. Даңғазалық, мақтангершілік, сондай қағидаттарды өзім жақтырмаймын. Таза жұмыс істесең, қызметіңде мысалға, таза жұмыс істеп, өзің жұмысыңа, қызметіңе жауапкершілікпен қарап, уақытысында келіп, уақытысында кетіп дегендей. Басшыға бойсыну деген бар. Өзіңнің қызмет жасап жүрген басшыға бойсыну деген ислами қағидат бар. Соны өзім сақтап бойыма сөйтіп жүріп, сол жаңағы Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжде жұмыс жасап жүргенде 4 директормен жұмыс істедім. 4-еуімен де жақсы қарым-қатынаста болдық. Өз жұмысымды жақсы көрдім. Артық іс-әрекеттер жасамауға тырыстым. Ұстаздың соңынан ергенізі Әуесбайдың қанатымен қуат Әуесбайда бүгінде қазақ еліне танымал журналист қаламгер. Осылайша ғұмырын ғибаратпен өрнектеген қарияға бүгін Педагогика ғылымдар академиясы басқарма төрағасы Асқарбек Құсайыновтың құттықтау хаты табыс етілді.
Сондай-ақ мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың, білім және ғылым министрі Асқат Аймағамбетовтің және Жамбыл облысы әкімі Бердібек Сапарбаевтың құттықтау хаттары оқылды. Қасымжан Байкүшіков, Өміртай Ыбырай, Жамбыл Ньюс.